Армысыздар, құрметті номер 33 мектебіміздің ұлағатты ұстаздары мен білім алушы оқушылары. Мен мектеп президентіне үміткер 8-ші Б сынып оқушысы Орал Шұғылан. Өзімді қысқаша таныстыра кетсем, 2010 жылдың наурыз айының 18-ші жұлдызында дүниеге келіп, кішкентайымнан көзге түсіп қана қоймай, бастауыш сыныптан бастап үздік оқушылар қатарындамын. Сонымен қатар 2021 жылдың қаңтар айында Топжарған журналының жаңа басылым беттеріне шықтым. Менің президент болудағы басты мақсатым мектеп қабырғасындағы оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыра отырып, қазақ тілі мәртебесін көтеріп, оқушылардың тек қазақ тілінде сөйлеуіне атсалысамын. Ал сапалы білім алу үшін мектеп қабырғасында тәртіп пен тазалық бірінші орында болуы керек. Спорт түрлері көбіне ұнаған бұл жобада спорттық іс-шаралар ашуды қарастырамын. Егер де мен президент болатын болсам, әрбір оқушының өз құқықтары мен мектеп қабырғасындағы тәртіп пен тазалықты бірінші орынға қояр едім. Мектебіміздің білім сапасын жоғарылатуға және де әр ұрпақтың ұлтшыл патриот болып өсуіне өз үлесімді қосамын. Заманауи тұрғыда сабақтар мен әрбір күнді тематикалық күндерге толтыруға сөз беремін. Егер де менің осы іс-шаралармен жұмыс жасағанымды қаласаңыздар, маған дауыс беріңіздер.